Осы қазір хит болып жатыр ғой, білесің бе? Не керек саған? Үйге келгім келгенде келемін. Тамақ пісірдің ба жоқ па? Неше рет айтамын саған, оны пісірме деп. Ой, мисыз, айтқанды дым тыңдамайсың. Мені ғана емес, жанұямды да ұятқа қалдырасың да жүресің. Бауырым, сабыр ет. Үйге келгім келгенде келемін. Түсіндің ба? Басымды қатыра берме. Бұл кім, Стив? Ол мені әбден шаршатты, шыдамым таусылды. Соңғы 2 жыл ұрыс-керіс көбейіп кетті. Барған сайын жағдай қиындап барады, шаршадым. Сен әйеліңе соншалықты дөрекі сөйлегеніңе сен алмай отырмын. Пайғамбарымыз бізге сендердің ең жақсыларың, әйелдеріңе жақсы, көркем болғандарың, және мен әйеліме ең көркем мәміледемін деген болатын. Ал сенікі қалай болды? Ол айтқанымды түсінбейді. Я, ол қателесуі мүмкін, бірақ солай болғанның өзінде осынша дөрекі сөйлеуге бола ма? Біздің пайғамбарымыз бізге бұйырған. Стив, түсінесің бе? Әйелдерге жұмсақ, көркем мінез көрсетуге бұйырған. Стив, тамақ үшін біраз жерге апарып тастадың. Біздің пайғамбарымыз ешқашан алдына қойылған асты жамандамаған. Ол сенің жұбайың ғой, бауырым. Ол сенің аманатың, Алланың саған берген аманаты. Ол біреудің аяулы қызы, біреудің сүйікті қарындасы. Ертең біреу сенің қызыңа осылай сөйлескен қалар ма едің? Сенің қарындасына солай біреу әкіреңдеуін құптар ма едің? Сен мұсылмансың, Стив. Сен ондайдан жоғары болуың керек. Дұрыс айтасың. Менікі дұрыс болмады. Негізі әйелім жақсы жан. Маған көмегің қажет. Стив, бәріміз қателесіп жатамыз, бәріміз қателесеміз. Көмек сұрау сені әлсіз етіп көрсетпейді. Керісінше мықтылығыңды көрсетеді. Ең бірінші, жарыңнан кешірім сұра. Оған сыйлық апар. Уайымдама, мен саған көмектесем. Мен жақсы жаққа өзгеремін. Иншалла.